Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Қармақшы аудандық оқушылар үйінің Атамекен үйірмесінің жетекшісі Әбілдаева Айдана Дайрабайқызы. Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Қорқыт ата мемориалдық кешенмен танысу. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың өз елінің тарихына деген сүйіспеншіліктерін арттыру, өз ойын жүйелі жеткізуге, сауатты сөйлеуге дағдыландыру, оқушылардың дүниетанымын кеңейту, Қорқыт ата этно-мемориалды кешенімен таныстырып, мағлұмат беру. Ал балалар, Қорқыт ата кесенесі қай жерде, қалай орналасқаны туралы мәлімет алайық. Қорқыт ата 8-11 ғасырлар арасында Сырдария бойында қоныс еткен. Оғыз Қыпшақ тайпаларының ортасынан шыққан данышпан, ойшыл, жырау, қобызшы, ақылгөй, бақсы ретінде танылған. Қорқыт сөзі ертедегі түркілердің құр, кісі және құт сөздерінен шыққан. Ол құт әкелуші кісі деген мағынаны береді. Киелі Қорқыт ата ескерткіші Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кентінен солтүстік батысқа қарай 18 шақырым жерде Қорқыт станциясына жақын төбе үстінде орналасқан. Қорқыт ата мемориалды кешені Бек Ибраев пен физик, акустик Совет Исатаевтың жобасымен тұрғызылған. 1980 жылы кесененің құрылысы басталды. 1997 жылы кешенді қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. 2000 жылы кешен жанына музей және әкімшілік ғимараты ашылды. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен 2014 жылы Баба кесенесі толыққанды жөндеуден өтті. Қорқыт ата кесенесінде музей, стелла, амфитеатр, қошқар мүсіні, қылует салынған. Музей құрылымы бір қабатты, жоспары Г әрпі тәрізді. Өлшемдері 15,9 метр, ұзындығы 14 метр. Ғимарат 3 экспозициялық залдан тұрады. Музей қорында 700-ге жуық экспонат сақтаулы. Стелла қобызды бейнелейтін 4 элементтен тұрады. Биіктігі 12,1 метр, ені 5,3 метр. Қордай тасынан дайындалған. Әрбір стелла әр тарапқа қарап тұрғызылған құлпытастарға ұқсайды. Жоғары жағы кеңейе келіп, шөміш пішінде түйісетін стеллалар қобыз бейнесін меңзейді. Мүсіннің ұзындығы 165 метр 5 сантиметр, ені 85 сантиметр, биіктігі 120 сантиметр. Амфитеатр. Ортасында дөңгелек алаң бар. Көрермендер орындары тұйық шеңберленіп келеді де сатылай көтеріле береді. Амфитеатр өлшемдері 536 метр квадрат, астыңғы диаметрі 6 метр, үстіңгі диаметрі 25 метр. Бүкіл түркі тілдес елдер арасында өтетін Қорқыт және Ұлы Дала сазы атты фестивалі дәстүрлі түрде 2 жылда бір рет кешеннің амфитеатрында өтеді. Қошқар мүсіні кешендегі ерекше ескерткіштерінің бірі. Қошқар бейнесінің көрініс табуының өзі Оғыз заманында тоқшылық пен молшылықтың мағынасын береді деген түсінікпен қойылған. Диаметрі 36,4 метрді құрайтын шеңберлі алаңда орналасқан. Қылует оңаша тілек тілейтін жер асты мінәжат үйі. Қабырғаларында шырағдан қойылатын шағын қуыстары бар. Намаз оқитын бөлмеге баспалдақ арқылы түседі. Балалар, қазір сіздерге Қорқыт ата кешені жайлы бейнеролик ұсынамын.
жастар кешені еліміздегі тарихи ескерткіштер қатарына жататын бірден-бір кешен. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.